Сәлем құрметті көрермендер. Мен бүгін сіздерге 10-11 наурыз айында еккен тұқымдардың қазіргі жағдайын көрсетемін. Ең бірінші мақтаға еккен помидорымнан бастайын. Қазір бұлардың қазіргі жағдайы жайлап шығып жатыр. Сіздерге көрініп тұр ма? Ешқандай да су қосқан жоқпын, ылғалдаған жоқпын. Сол ылғалдаған күйі буланып тұрды. Әрқайсында ақ өскіндер пайда болған. Жайлап шығып жатыр. Мына жерінен көрініп тұр. Енді келесі. Бұндай. Енді анық қылып тағы да көрсетейін. Енді 80%-ында шыққан. Қазір біреуін алып көрсетейін. Енді осыларды бұйырса топыраққа отырғызуым керек. Мақтам әлі ылғалы болып тұр. Ешқандай да құрғамаған. Көгеріп жатыр. Шығарып алып жатырмыз. Менің кішкентай бөпелерім өздері жайлап өсіп жатыр. Енді осыны қайтадан целлофанға салып қоям. Ендігі онда еккен, осымен бірге топырақта еккен помидорым қандай күйде екен. Бұлардың да жағдайы енді өсіп келе жатыр. Мына жерде кішкентай өскен тұр. Мына жерде де бар. Тұқымнан шығып жатыр. Жайлап. Мына жерде де бар. Бұйырса шығады. Бір-екі күнде шығып қалады бұдан да. Онда мақта мен топырақ екеуінің айырмашылығы: мақтада тез кішкене өскін береді, ал топырақта жайлау екен. Бұл перец. Бұнда 10 күні еккен екенмін. Бұның жағдайын қарайық. Қазір бұның жағдайы біреуін алып келейік. Топырақтың астыңғы жағынан біреуін қарадым. Бұл да помидор сияқты болып, ақ бүршік болып жарып жатыр екен. Қайтадан салып тастаймыз. Бұйырса шығады. Жауып қоямыз. Бұл енді бір апта топыраққа еккеннен кейін енді бір аптаның ішінде шығатын болып тұр. Бұл перецті де күтеміз. Аузын жауып қоямыз. Енді топырақта еккесін оларға 4 күн азда, кішкене бір апта или 2 апта ішінде өсіп шығады. Ең бастысы күту керек. Бұған мен 10 күні еккенмін. Белгісіз деп жазып қойыппын.
бұл да шығып жатыр. Негізі мен тұқымды базардан алғанмын. Бірақ атын жазып алуды ұмытып кетіппін. Мен ананы алам, мынаны алам деп тұрдым да, қағазға атын жаздыруды ұмытып кетіппін. Мінекей. Мына жерден де шығып келе жатыр. Бұйырса, бұл да бір-екі күнде шығып қалады. Ең бастысы нәтиже бар. Енді қиярымызды қараймыз. Сюрприз! Қиярларым әдемі болып шықты. Бұның жазуын қараймыз. Қиярды мен 11-інде егіппін. 2020 деп жазып қойыппын ғой, 2021. Мінекей барлығы қаз-қатар тізілі әдемі болып өсіп жатыр. Енді бұларды мен кішкене 1-2 жапырақ береді ғой. Содан кейін стаканға жайлап отырғызамын. Түкіріп қойыңыздар менің жаңадан бір өскін болып шығып жатқан көкөністеріме. Барлығын осылай сызық бойынша кеше өздеріңіз алдыңғы видеода көргендеріңіздей тізіп шықтым. Осылай еттім. Сосын мына шлафанмен аузын жауып қойдым. Осылай тағы да бетін жауып қоям. Тағы бір 3-4 күн күтемін. Құрметті көрермендер, сіздер де осылай егіп қараңыздар. Үй жағдайында ауа райы үйде өсіре берсеңіздер де болады. Қош сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар.